Атырау облысында егіс көлемі артты. Биыл 8754 гектар жерге егін егілді. Биылғы жылмен салыстырғанда 66%-ға көп. Қазіргі таңда егін жинау жұмыстары жүргізіліп, 21 тонна өнім жиналды. Қазіргі таңда облыс бойынша 21 мың тонна өнім алынды. Картоп өнімі 260 тонна, көкөніс 9500 тонна, бақша өнімі 7700 және екпе шөптен 4000 тонна өнім алынды. Бұл жұмыстар қарқынды жүріп жатыр. Өткен жылмен салыстырғанда айтарлықтай өсім бар. Жалпы бір қалыпты жұмыс деңгейі жүріп жатыр. Атырау облысы бойынша маусымдық жұмысқа шетел азаматтарын тарту мақсатында биыл 670 квота бөлінді. Күні бүгінге 521 квота бөлініп, әлде де қажеттілікке байланысты 149 квотамыз бар.